YouTube'да обложка көрерменді қалай өзіне тартады. Сәлем достар, бұл Мәке блог. Біз бүгін YouTube'дағы ең маңызды нәрселердің бірін талқылаймыз. Ол thumbnail, яғни обложка. Көрермен видеоңызды көреді ме, жоқ па, көбіне осы обложкаға байланысты. Тіпті обложка дұрыс болмаса, керемет видео болса да ешкім баспайды. Енді қадам-қадам қарастырайық. Бірінші қадам, үлкен мәтін қолданыңыз. Обложкадағы жазу қысқа, ірі және көзге бірден түсетіндей болу керек. Кіші әріптерді ешкім оқымайды. Мысалы, 1000 жазылушы деп жазса жеткілікті. Бұл видеода қалай 1000 жазылушы жинауға болады деп ұзақ жазудың қажеті жоқ. Екінші, контраст түстер таңдаңыз. Жарқын фон және қараңғы мәтін немесе керісінше. Мысалы, сары фон, қара жазу, қызыл фон, ақ жазу деген сияқты. Контраст болмаса, обложкада YouTube таспасында байқалмайды. Үшінші қадам, бет әлпет қосыңыз. Эмоция көрсетіп тұрған адамның суреті өте жақсы тартады. Күлкілі, таңғалу, таңдану сияқты эмоциялар CTR-ды арттырады. Төртінші қадам, қарапайым болсын. Обложкада көп нәрсе болмауы керек. Бір фон, бір сурет, 2-3 сөз жеткілікті. Бесінші қадам, тест жасап отырыңыз. Әртүрлі стильдегі обложкаларды салыстырып көріңіз. Қайсысы көбірек қаралым әкелсе, соны қолданыңыз. Сонымен қысқаша айтқанда, үлкен жазу, контраст түстер, эмоция, қарапайымдылық және тест. Егер осы ережелерді ұстансаңыз, обложкаларыңыз көрерменді бірден тартады. Келесі видеода біз алғашқы 30 секундта көрерменді қалай ұстап қалу керек деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз.